Армысыздар, құрметті көрермендер және жиналған қауым. Назарларыңызда оқы және жең онлайн кітап оқу байқауының күнделігі. Бізге осындай керемет жобаны тарту еткен жоба демеушілері Қостанай облысы әкімдігінің мәдениет басқармасы, қоғамдық даму басқармасы және білім басқармасы. Сонымен қатар Тобыл Торғай тарландары. Осы аты аталған жоба демеушілеріне алғысымыз шексіз. Осындай жобаларымыз жалғасын тауып, еліміздің өсіп өркендеуіне, білімді жастарымыздың көп болуына септігін тигізе берсін деген тілектеміз. Оқы және жең 3-ші облыстық онлайн байқауының бірінші кезеңінде оқуға арналған кітаптар 17 ақпан күні ұсынылды. Конкурсқа жас санаттары бойынша 10 мен 14 жас аралығы бойынша және 15-18 жас аралығы, 19 және одан жоғары жас санаттары бойынша қатысады. Осы байқау туралы толығырақ мәліметті kitap10.kz инста парақшасы арқылы біле аласыздар. Қатысушы оқырмандарымызға сәттілік тілейміз, зейіндеріңіз ашылсын деп тілек білдіреміз. Бүгін бізде қонақта Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің филология және практикалық лингвистика кафедрасының филология магистрі, аға оқытушы Мира Мұратқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Мира Мұратқызы естіген боларсыз, және де әлеуметтік желіде көріп жүрген боларсыз. Бізде қазір осы Қостанай облысы төңірегі бойынша оқы және жең онлайн кітап оқу байқауы жүріп жатыр. Осы байқау туралы өзіңіздің пікіріңізді айта кетсеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мына оқы және жең сайысына атсалысып, беделді қатысып жүрген қатысушыларға барлықтарына қайырлы күн. Бұл істің бастамасы өте жақсы деп есептеймін. Себебі оқу, білім барысында қазіргі таңда жастар арасында кітап оқу, ол кітапты оқу барысында осындай сайыс арқылы біздің ортамызда белгілі бір мәдениетті қалыптастыру жолында өте маңызды жобалардың бірі деп есептеймін. Сондықтан осы жобаларыңызға сәттілік. Мінеки 3-ші рет байқау болайын деп жатыр екен. Міндетті түрде бұл жерде сайыс болғаннан кейін өзінің белгілі бір мөлшерде сыйақысы бар екен. Және де бұл жұмыстың алға тартуында, бұл байқаудың ары қарай өзінің белгілі бір дәрежеде жетуіне атсалысуға әрқашан біз дайынбыз. Себебі білім саласында жұмыс жасағандықтан, жоғары оқу орнында студенттермен жұмыс жасағандықтан, кітап оқу мәдениетін қалыптастыру, кітап оқу арқылы өзінің білімін арттыру, өзінің жан-жақтылығын арттыру ол ең бірінші мүмкіндік деп есептеймін. Сондықтан да бұл өте керемет жоба. Өзіміздің ортамызда осындай сайыстың болып жатқанын көріп жатырмыз. Бұл сайысқа біздің әріптестеріміздің балалары қатысты, жүлделі орындар алды. Сонымен қатар білім беру процесінде біз филология мамандықтың студенттеріне, жалпы басқа мамандық студенттеріне де осы жобаға қатысу жолындағы шарттарын айту, және де бұл жобаның мемлекеттік, яғни облыстық деңгейде қолдау тауып жатқанына қуаныштымын. Рахмет. Сіздердің осы студенттеріңіздің арасында осы байқауға қатысып жатқан студенттер бар ма? Сол студенттерге осы байқау туралы айттыңыздар ма? Айтқан кезінде студенттеріңіз қалай қабылдады? Жаңа осы байқауға қатысуға қанша студент ниетті болды? Сол жөнінде айтсаңыз. Мен өзім филология және практикалық лингвистика кафедрасының оқытушы ретінде филология мамандығының студенттерінің ең бірден бір міндеті деп айтуға болады, ол әдеби көркем шығармаларды оқу. Филолог ретінде, себебі тек қана кітап оқыған, жан-жақты білімді, сауатты болу үшін ол тек қана кітаптан алынады. Роман оқысын, повесть оқысын, осы шығармаларды оқу арқылы сөз саптауы, оның тіл байлығы, оның жан-жақты білімді болуы осы оқу арқылы ғана, шығармаларды оқу арқылы ғана қалыптасады. Бізде бір айта кететін жағдай, енді өткен айда біз бірінші курс студенттері арасында бір сайыс болды. Бұл да осы кітап оқуға байланысты ертегілер сайысы болды. Яғни студенттер белгілі бір ертегіні оқиды. Бұл өзімізде болған сайыс. Сол ертегіні сахналап қояды.
сол кезеңде бір әртүрлі мамандық студенттері қатысты, филология мамандығы, аударма ісі, құқықтану мамандығының студенттері қатысты. Сол кезде біз филология мамандығының студенттерінің дәрежесі әлдеқайда жоғары екендігін білдік. Тілі жатық, ертегіні қойған кезінде оның ішкі мазмұнын түсіне білген студент, оның сөз саптауы, оның актерлық шеберлігі, оның сол жердегі интонациясы, дикциясы барлығы өте жоғары екендігі көрінді. Яғни бұл жерде біздің студенттеріміздің қаншалықты кітап оқитындығын көруге болатын еді. Осындай сайыстар біз де өткіземіз. Ал енді мына оқы және жең сайысын біз өз студенттеріміздің арасында дәріптейміз. Ол тек қана студенттер емес, ол отбасымен бірге оқып, осы сайысқа қатыссын. Сайысқа қатысу кезіндегі ең басты мақсат, жаңағы айтқанымдай, өзінің білімін жетілдіру және де кітап оқу мәдениетін қалыптастыру мақсатында дәріптейміз. Жалпы рахмет жауабыңызға. Кітапты жиі оқисыз ба? Кітапты бала кезіңізде оқыған ең алғашқы кітабыңыз есіңізде ме? Және де осы кітап оқу барысында өзіңізге ерекше әсер еткен, әлі күнге дейін есіңізде сақталып қалған бір кітабыңыз, бір сол кітаптағы бір оқиға есіңізде болса, сол жөнінде айта отырсаңыз. Егер мына қызметіме байланысты айтатын болсам, біз филология мамандық студенттеріне, мысалы, бірінші курстан бастап халық ауыз әдебиетінен бастаймыз. Фольклорлық шығармалардың ішіне бізде, мысалы, адамның дүниеге келген кезінен бастап дүниеден өткенге дейінгі барлық ғұрыптық шығармалар, ертегілер, жырлар, батырлар жыры деген сияқты тағысын кете береді. Содан кейін екінші курс, үшінші курс, төртінші курста әдебиетті ғасырлап, мысалы, 19 ғасыр әдебиеті ары қарай қазіргі заманғы әдебиетке дейін біз оқытамыз. Ол жердегі ең бірінші талап, ол сол ғасырларға кәдімгі әрбір кезеңге бөлінген шығармаларды оқу, талдау. Өйткені филолог мамандар, олар ертең мектепке барады, мектепте ұстаз болады деген сияқты шәкірт тәрбиелейді. Ол бір. Ал екіншіден, өзіме келетін болсам, қазіргі күнде жан жақта әртүрлі саладағы кітаптарды оқығанды ұнатамын. Ол көркем әдеби шығарма болсын, ол шетел авторлары болсын, ол қазіргі күнде өте мынандай өзекті, ол психологиялық тұрғыдағы оқулықтар, кітаптар болсын, адамның жан тәнін түсіну, жетістікке жету деген сияқты мәселелерді, яғни өзімді жан жақты дамыту үшін сол бағыттағы да кітаптарды оқығанды ұнатамын. Өзімнің ең алғашқы мектеп қабырғасында оқыған кітаптарым әлі күнге дейін, мысалы, қолыма түссе, қайтадан оқып шығуға ынтық болатын кітаптарым, ол мысалы Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Одан кейін Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі. Осы бір шығармаларды ерекше бір ықыласпен. Қай жасыңызда оқыдыңыз осы? Мектеп, енді 8-9 сыныптарда оқыған шығармын деймін, нақты есімде жоқ. Бірақ мына кітап оқу мәдениетін бізге отбасынан басталады дегенді өте бір қолдаймын. Себебі менің ата-анам кішкентай кезімізден бір кішкентай кітаптар болсын, ертегілер болсын, оны сурет салып, жаңағы комикс сияқты бұрындарда болған еді ғой, соны суретін салып, әрбір жаңағы кейіпкердің сөзін оқу арқылы, соны кішкентай бір бастауыш сыныптардан бастап, менің ата-анам сондай бір кішкентай кітаптарды алып келіп, біздің отбасымызда 4 бала сол білім алу, кітап оқу деген ынтасы өте жоғары болды. Ата-анамыздың талабы өте жоғары болды. Біздің жақсы білім алуымызды, тек қана үздік оқуымызға, жазған жазуымыз қатесіз, өте көркем болуына қатты назар аударатын біздің кішкентай кезімізден. Содан кейін мен жоғары сыныптарға келген кезінде біздің сынып жетекшіміз Роза апай деген тіл мен әдебиет пәнінің мұғалімі болды. Сол кісінің де үлкен үлесі қосылды менің болашақта филолог болып, осындай мамандық иегері болғаныма. Өйткені ол кісі өте кітап көп оқытқызатын, мазмұнын айтқызатын бізге, сол жерде біз талдау жұмыстарын жасайтынбыз, мысалы. Және де сол кезеңдерде қарап отырсам, мысалы, көптеген оқулықтардағы жаңағы Ақбілек романын алсақ та, өзіме ұнайтын Шұғаның белгісін алсақ та, бұл шығармаларда сол кезеңдегі қоғамдық теңсіздік, мысалы,
сол кезеңдердегі мен әрине қазір гендерлік сұрақты көтеріп отырған жоқпын, бірақ сол кезеңдерде әйелдердің теңсіздігі, әйелдердің өздерінің мысалы шұғаның белгісін алатын болсақ, өзінің сүйген махаббатына қосыла алмай ақыр соңында сол қайғыдан құса болып жастай өмірі қыршын кетуі мысалы, иә, ол жерде ата ананың өзінің баласына қолдау бермегені деген сияқты мәселелер көтерілсе, ол тақырыптар әлі күнге дейін өзекті деп санаймын. Өйткені әрбір шығармада тәрбие бар, білім бар, және де ұлттық құндылық бар. Иә, ұлттық құндылық ол отбасындағы тәрбие. Мысалы, иә, егер ата-ана өзінің баласын қолдай білсе, және де бала да өзінің ата-анасының айтқан ақылын түсініп, оған түсіністікпен қарап, соған көне білсе, мысалы, өте жақсы жағдайлар болар еді. Мысалы, иә, ол кезеңдегі мысалы Ақбілек романындағы да қоғамдағы болған қиындық, одан кейін оның шығарманың желісін оқып отырған кезінде, ол шығарма неліктен менің ойымда әлі күнге дейін бар. Ол шығарманы кітапты парақтап оқып отырған кезіндегі алған әсерім, автордың сөз қолданысы, эпитеттердің қолданылуы, иә, менің сөз саптауыма сол кезеңнен бастап үлкен үлес қосқан шығарманың әрбір сөйлеміне үңіліп оқу. Және де ол шығарманың ішінде кітапты оқып болғаннан кейін сол образдан шыға алмай, біраз уақыт бойы іштей пісіп, ойланып жүру. Неге бұл шығарманың кейіпкерінің өмірі осындай болды екен? Егер ол бұлай жасаса, мүмкін басқаша болар ма еді деген сияқты ойлар менің ойымда көп уақытқа дейін жүретін мектеп оқушы кезінде. Ал қазір кезеңде кітапты тез оқисың, көп оқисың, мүмкін дәл сондай көп ойымда қалмауы да мүмкін, бірақ сол кезеңде өзімді тәрбиелейді. Өзім бөлісемін, міндетті түрде өзімнің үлкен кітапханам бар үйде. Сол кітапқа менде өте көп жақсы кітаптар бар екендігін менің ортам біледі. Сенде осындай кітап бар ма, бере тұршы оқиын деген сияқты мәселелер болады, мен берем. Сосын белгілі бір уақытқа дейін ғана қайтарып беру керексің деген сияқты мәселелер де бізде болады. Сондай. Жақсы, рахмет. Жаңа айтып жатырсыз ғой, кітап оқу ол отбасынан қалыптасады деп. Сол үрдісті жаңағы айтып жатсыз ғой, бала кезіңізде жаңағы кітап алып келетін деп, сіз сол үрдісті әлі күнге дейін өзіңіздің отбасы мүшелеріңізде қолданасыз ба? Жаңағы кітапханам бар деп отырсыз, үйде үлкен кітаптарыңыз бар екен. Сол қандай кітап, қандай жанрдағы кітаптар, мұндағы біздің студенттерімізге қандай кітап оқуға кеңес бересіз? Сол жөнінде айтсаңыз, қай жазушының шығармасын оқыған дұрысырақ деп. Бізде жалпы енді қазіргі менің отбасымда 2 ұлым бар, және де менің үлкен кітапханамның негізгі қоры бұл менің атамнан қалған кітаптар. Мен тұрмыс құрған кезінде менің атам, қазір енді ол кісі марқұм жоқ, атын айтуға болмаса да айтайын, Боранбаев Тарғынбек деген өте сондай тау тұлға болатын. Ол кісі өмір бойы кітап жинаған. Өзі көзі тірісі кезінде, қалаға көшіп келген кезінде маған кітаптарын көрсетіп, жәшік кітаптарын көрсетіп, маған айтты, айналайын, сен осы кітаптардың ішінен өзіңе керегін таңдап ал деді. Өйткені сен білім жолындағы осы кітаптың құндылығын түсінетін, менің өмір бойы жинаған кітаптарымның шынайы бағасын бере алатын адамсың деп айтты. Мүмкін кейін осылай айтып отырсын деп ойлады ма деп ойлаймын. Әр кітабына өзінің печати соғылған жеке кітапхана деген сияқты. Енді жаңа кітаптардың жәшіктердің ішін ашып қарасам, оның ішінде Абай жолы том-томымен орысшасы да бар, қазақшасы да бар. Шоқан Уәлихановтың таңдамалы шығармаларының барлығы бар. Одан кейін мысалы Әділжа Нұрпейісовтің Қан мен тер трилогиясы бар. Дулат Исабековтың шығармалары. Жаңағы айтып отырған Мұхтар Әуезовтің том-томымен барлық шығармалары. Беттері сарғайып, бірінші басылымда, екінші басылымда сонау жылдар бойы шыққан кітаптардың барлығын, өзіме керегін бәрін алып, жеке кітапханама қосып қойдым. Енді бұл кітаптардың ерекшелігі сондай, тіпті осы кітапхананың өзінде мысалы, бірақ дана болу мүмкін.
сондай кітапханалар, оның ішінде қазақ тілін түсіндірме сөздіктері мысалы том-томмен берілген, иә, бұрынғы шыққан және кейінгі шыққандар да бар. Неліктен мына сөздіктермен жұмыс жасау барысын өте жақсы көремін, өйткені түсіндірме сөздікте бұрын архаизм сөздер болсын, жаңадан сөзге енген сөздер болсын, иә, оның түсіндірмесі, оның шығармада қолданысы барлығы берілген. Мысалы бір сөздің мағынасын түсіндіру кезінде түсіндірме сөздігін ашып, мысалы барлығы өзімде бар, содан қарап шығармаларда бұрын қолданысы қандай болған, бұл сөздің қазіргі мағынасы қандай болып қолданыста келіп жатыр, иә. Жаңа әрбір сөздің түп нұсқасының өзі көнеруі, немесе жаңа айтамыз ғой, жаңа бір репрезентациядан өтіп, жаңа бір тақырып мағынада қолданылуы қазір болып жатыр, не сияқты. Енді шығармаларды оқу барысында ең біріншіден бұл классикалық шығармаларды оқу міндетті түрде деп есептеймін. Ол Мұхтар Әуезовтің Абай жолы міндетті түрде, одан кейін мысалы Лев Толстойдың Война и мир міндетті түрде. Оны бір оқып шыққан кезінде мүмкін толыққанды түсінбеуіңіз мүмкін. Сондықтан мысалы 2 жыл 3 жыл өткеннен кейін тағы да оқу керек деп ұсыныс жасаймын, міндетті түрде мысалы, иә. Өйткені 2 жыл 3 жыл өткеннен кейін оқып шықсаңыз басқа қырынан қабылдайсыз. Өйткені сіз өсесіз, сіздің сана сезіміңіз өседі, жасыңыз ұлғаяды, әрбір нәрсені басқа байыппен түсіну деген сияқты бір өзгерістер болады өзіңізде. Сондықтан ол шығарманы 2 жыл салғаннан кейін тағы да оқып шықсаңыз, оны басқа жағынан қырынан қарап түсінесіз. Бізде мысалы қазіргі күнде өте көп жақсы аудармалар бар. Өткен айда университетте жәрмеңке болды. Белгілі бір баспасын есімде жоқ қазір. Сонда шетел әлемдік деңгейдегі шығармаларды қазақ тіліне аударған кітаптар бар. Соларды өте жақсы, тілі жатық, жақсы аударылған, сондай шығармаларды оқу керек. Мысалы мен өзім бір шығарманы қазіргі күнде көптеген шығармаларға кино, көркем фильмдер түсірілген, иә? Шығарманы оқып, одан кейін фильмді көруге болады. Сол кезінде шығарманы оқыған кезінде әсеріңіз қандай, көркем фильмді көргендегі әсеріңіз қандай. Яғни ол жерде режиссер өз көзқарасын береді. Сол айырмашылықты біле білу керек. Бұл да өте маңызды. Бізде қазір мына оқу және жаңа онлайн кітап оқуында ұсынылған кітаптарды да оқып, қазір аудио нұсқада көптеген тарады ғой. Соны да былай аудио түрінде тыңдап, былай кітап жүзінде оқып, солай саралауға да болады ғой. Иә, болады. Бірақ мысалы ол қазіргі таңда бәрі қолжетімді, иә? Электронды форматта бар кітаптар, иә? Оны кез келген интернетті ашып оқуға болады. Немесе оны аудио түрінде тыңдауға болады. Егер кітапханаға келіп, сол кітапты алып, парақтап оқығыңыз келмесе, иә? Бірақ өзіме аудиодан гөрі, интернет арқылы электронды форматта оқығаннан гөрі кітаптың өзін парақтап оқығанды ұнатамын. Мүмкін ол бала кезімнен қалыптасқан бір не шығар, енді білмеймін, өзімде солай. Ал бірақ мысалы сіз жолда болсаңыз, поезда болсаңыз, иә, алдын ала жүктеп алып, ұялы телефон қазір бәрінде бар, телефоныңыз арқылы мысалы ол кезінде ешқандай сет ұстамайды, сол кезінде уақытыңызды кітап оқу арқылы өткізу өте пайдалы іс деп ойлаймын. Енді сіз көптеген байқауларға қатысып, төрелік етесіз. Осы жақында ыбырай оқулары болды, иә? Сондағы жаңағы байқауға қатысушылардың оқуға деген талпынысы, ондағы жаңағы қатысуға жаңағы қатысушы студенттердің саны, сол сапасы жөнінде айтсаңыз. Негізі осы облыстық, қалалық көптеген сайыстарда, олимпиадаларда әділқазылық етемін. Бірақ ол жерде бәріңіз де білесіздер, сайысқа негізінен мықты оқушылар қатысады. Дайындығы жақсы, яғни ол жылдан жылға қатысып келе жатқан, дайындығы мықты, тіл байлығы зор, сондай оқушыларды көреміз біз ол сайыста. Дәрежесі төмен оқушылар қатыспайды ондай сайыстарға, иә, біріншіден. Екіншіден, ол жерде мысалы өткенде осы қаңтар айында Мұқағали Мақатаев оқулары болды, оның алдында, иә. Сол кезінде қаншама 20, 30, 40 шығармалар мен өлеңдеріне дейін жатқа білетін қатысушылар болды. Керемет, енді айтқанда шығармаларын бір сөзінде ауыстырмайды. Дикциясы, өзін өзі ұстау, актерлық шеберлігі,
интонациясы, өзін өзі жаңағы нақышына келтіріп шығармаларды айтуы енді Жақсы, керемет. рахмет, түсінікті. Сөзіңізді бөлгеніме кешірім сұраймын. Енді сіз қазір қазіргі жастарға деген сеніміңіз қандай? Мысалы, Мағжан Жұмабаев атамыз өз кезеңінде мен жастарға сенемін деп өлең арнап кетті. Сіздің өз көзқарасыңыз бойынша қазіргі жастарға деген көзқарасыңыз қандай? Көзқарасым өте жақсы. Жаңа айтып кеткендей, мен мысалы соңғы осы жазда Түркия елінде Еге университетінде ғылыми тағылымдамадан өтіп келдім. Сол Еге университетінде Қазақстаннан 4,5 мың студент оқиды екен, қазақстандық. Ол балаларды көрген кезінде шетелде жүріп білім алып жүрген. Сондай керемет бір мақтаныш сезімі болды. Тілді білу деңгейлері, қазақ тілі, орыс тілі, түрік тілі, сол жерде үйреніп жатқан ағылшын тілі, және де шығармаларды талдауы, ол жерде өздерін сондай ерекше білімділігімен енді бізді тәнті. Жақсы, түсінікті. Жаңа айтып жатырсыз ғой сөзіңізде, бізге берілген уақыт шектеулі ғана. Түркия мемлекетінде болып келдім дедіңіз, оның алдында басқа да мемлекеттерде болдыңыз, Испания, Россия, сол мемлекеттерде сіз байқадыңыз ба? Мысалға, бізде жазда акция болады да, жазғы оқылым кезінде біз мұнда далаға, паркке кітап апарып қоямыз, сонда кеп кітаптар оқып отырады. Сонда сіз сол шет мемлекетте сондай кітап оқып отырған адамдарды байқадыңыз ба? Сондай бір кітап көрмелерін қойған, сол байқадыңыз ба сондай? Жалпы кроссбукинг, кішкентай ғана бір уголок дейміз, қалай айтушы еді, кроссбукинг деген қазір бүкіл әлемдік тәжірибеге енген. Ол кішкентай ғана кофейня болсын, ол сырттағы бір мекеме болсын, мұражайдың қасы болсын, бүкіл жерден көруге болады қазір. Мысалы, жазда сіздердің кітапхананың алдына аялдамамен кітапхананың ортасында тұрады сіздерде, мен бір-екі рет көргенмін сіздерді, мына жерде алдыда болды, паркта тұрады. Қаншалықты адамдардың келіп кітапты алып оқуын білмеймін, мен оны бақылаған жоқпын былай. Бірақ шетелдерде... Бірақ көрдіңіз ба? Көрдім, мына алдында тұрғанын көрдім. Ал шетелдерде кроссбукинг деген бөлімдер, кішкентай-кішкентайлар кез келген жерде көруге болады. Университеттің ішінен көруге болады, міндетті түрде. Кітапхананың ішінен көруге болады, міндетті түрде. Сосын кітап алмасу сөрелері. Қазір қалай білмеймін, мысалы өзің кітабыңды алып келіп қоясың да, сол жерде ұнаған кітабыңды алып кетесің. Кітап алмасу арқылы кітап оқу деген сияқты тәжірибе бар. Енді біздің оқы және жең онлайн кітап оқу байқауының қатысушыларына айтар сөзіңіз, жылы лебізіңіз болса, мұнда отырған студенттерге айтар сөзіңіз болса, сонымен сөзімізді аяқтасақ. Құрметті оқы және жең байқауына қатысушылар, бүгінгі түсірілімге қатысып отырған құрметті студенттер, сіздерге осы байқаудың ашылғаны туралы ақпарат берілді. Міндетті түрде қатысыңыздар. Енді сіздер екінші немесе үшінші деңгейдегі кітаптарды оқуларыңыз керек. Ол Тауқымет немесе Мұхтар Мағауиннің шығармалары бойынша екі сала бойынша сайысқа қатыса аласыздар. Сайыстың негізгі ережелерімен таныстыңыздар, белгілі бір уақытта шығарманы оқып шығу керек, және де оны оқып шыққан кезінде ерекше бір назар қойып, оның мазмұнына оқталып, оның ішіндегі кейіпкерлерге, атауларына, барлығына назар аударып, есте сақтап, одан кейін тест тапсырмаларын орындап, одан кейін эссе жазу керек. Бұл жерде бұндай сайыстардың маңызы өте зор, өйткені кітап оқу мәдениетін қалыптастыру. Бұл яғни біздің болашақ ұрпаққа жасап жатқан үлкен бір ауқымды іс-шаралардың бірі. Сондықтан белсенді қатысыңыздар. Кітап оқу, білімді болу әрқашанда жоғары орында болады деп есептеймін. Рахмет, кеңестеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге тағы да алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыз.